Алдын ала болжау. Егер болса, онда сөздері қолданылады. Яғни, гипотезада егер болса, егер нандай жағдай болса, онда ол былай болуы мүмкін деген осындай тірек жоба арқылы мақсатыма жетемін. Еу, кері байланыс, тұжырымды дәлелді айтады, ойын жеткізеді, дәлелдейді. Еу, түсінгені бойынша ойын айтады. Диалог. Суретке қараймыз. Балалар, сендер суретті не істемейатсыңдар?
интервью әдісі арқылы мысалы шығу тарихын салыстырмалы түрде мысалы ежелгі кезде қалай біз дәнді дақылдарды өсірді біздің ата бабаларымыз, ал қазір қандай техникалар толқын мектептері қандай ұқсастығы бар, олардың басты айырмашылығы қандай, екінші суретті көмегімен көлеңкенің қалай 3-5-2-1 көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін түсіндіру, 3-5-2-2 денелердің жабыстыру қасиетін түсіндіру. Сабақ мақсатымыз оқушылар көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін және денелердің жаратылыс көлеңке қалай пайда болады. Оқу мақсатымыз 3-5-2-1 көлеңкенің пайда болу себептері. мөлдір және мөлдір емес денелерді балалар эксперимент жасауға әкеледі, үйден түрлі денелерді және сол әкелген заттарын әрмен қарай қоқысқа лақтырмай, оны пайдаға асырып, гүл салғыш немесе қалам салғыш сияқты түрлі заттар жасап пайдаға асырады. Оқушылар манағы жарық қараңғы, яғни мөлдір емес денелерді эксперимент жасауға әкелген, мысалы мөлдір денелер қараңғылықпен жарықты анықтайды және жарық түсіру арқылы мөлдір емес денелерді анықтап, мөлдір денелердің жарық өткізгіштік қасиеті бар екенін дәлелдеп көрсетеді. Үшінші ақпаратқа түсі әртүрлі пластиктік бөліктер арқылы қара, екінші салысты, бесінші қорытынды жаса. 5-2-2 жарықтың табиғи және жасанды көздерін анықтау. Ажырату. Оқу бағдарламасынан алдық. Бұл күштер және қозғалыс бөлімше 5-1 күштер және қозғалыс 5-2 жарық бөлімшесі. Салыстырады. Екінші жарық пен қараңғылықтың айырмашылығын айтады, өз пікірін анық дәлелдей алады. Үшінші қандай денелердің жарықты өткізетінін зерттеп, жұмысын қорғай алады. Жарықты өткізеді. Оқу мақсаты 2-5-2-1 кейбір денелердің жарық өткізгіштігін зерттеу. Сабақ мақсаты алып отырған тақырыбы жаратылыстану пәні, соның ішінде табиғат физикасы бөлімі. Тақырыбымыз қандай денелер жарықты өткізеді. Оқу мақсаты қандай денелердің жарықты өткізетінін білесің. Және ғаламшар оқу мақсаты күн жүйесі ғаламшарлардың орналасу тәртібін анықтау, күн жүйесі ғаламшарларын салыстыру. Сабақ мақсаты күн жүйесіндегі ғаламшарлардың орналасу тәртібін біледі, күн жүйесі ғаламшарларын салыстырады, күн жүйесінің және ғаламшарларының моделін жасай алады. Біздің оқушылардың жасаған моделі. Енді біз алдын осы модельді жасап, мына күн бар ғой, күннен кейін, одан кейін қай ғаламшар тұрады, соны рет-ретімен орналастырып осылай жасады. Жасап болғаннан кейін енді осыны жеке-жеке бала өзі зерттеді. Яғни енді ол ғарышқа барып зерттеп келе алмайды. Сол себептен интернеттік желіні пайдаландық. Бұл жерде күннің таңбасы бар екенін және күн ол қандай жұлдыз екенін оның барлығын біледі. Одан кейін келесі мысалы Меркурий. Оның басқа да аттары бар екен. Болпан немесе Меркурий деп аталады. Шолпан, Таңшолпан, кіші шолпан. Ал одан келесі күннен кейінгі үшінші тұрған шолпан. Одан кейін Жүйесіндегі көзге жерден көрінетін 5 ғаламшардың бірі. Шарықтау шегінде Сатурнның жарығы бірінші жұлдызды шамадан асады. Нептун күн жүйесінде Уран. Біздің тақырыбымыз ауыз су тапшылығын жою жолдары. Бұл біздің Ақмарал апайымыздың Бек ауылындағы өзінің мәселе бойынша көтеріп отқан жобасы. Біздің негізгі мақсатымыз ауылдық жерлерде су тапшылығын жою және халыққа қолжетімді етіп тұрғындарды тұрақтандыру. Себебі бізде су жоқ болғаннан кейін оны шетпеден басқа аудандардан алдыртамыз. Сол себепті тұрғындар азайып қалаға, басқа ауданға көшіп кетіп жатыр. Біздің енді негізгі ойымыз халықты сумен қамтамасыз ету үшін жер құдығын қазу. Бізде жердің астында жалпы қазған кезде су шығады, бірақ оны біз қазіргі кезде пайдаланып жатқан жоқпыз. Себебі ауыз тарту тұрғындардың қажеттілігін қамтамасыз етеді. Осылайша ауылдарға біздер тұрғындарды сумен қамтамасыз ете аламыз. Негізгі біздің ойымыз былай алған болатынбыз. Біздің план жобамыз
ауылда әрбір жерден құдық қазып әрбір үйге қолжетімді ету. Мына жерде кәдімгі бұрынғы құдықтар бар ғой, жалпы тартатын сияқты, соны қазіргі деңгейге байланысты мысалы трубалармен, құбырлармен, болмаса насостар арқылы тартқызып суды қамтамасыз етуге болады деген жалпы ойымыз бар. Жолдардың бәрін жуып тазалап, сосын оларды суға салып қойып бір күн жібітіп, жұмсартып, содан кейін барып оны кептіріп, ол кез келген барлығынан ұн жасап шығарып, одан балаларымызға түрлі нандар, түрлі жаңағы печеньелер жасап шығаруға болады. Адам денсаулығына пайдалы, ешқандай зиянды қоспа жоқ, төлеутенсіз тағамдар дайындауға болады. Қазіргі кезде көптеп қолға алынып жүр осы мәселе. Оларды топтастыруға болады, сәйкес келетіні ортақ қасиеттері және мысалы пішініне қарай, түсіне қарай, немесе өсуіне қарай, бағбаншылық жерде немесе егіншілік жерде деп осылай алдын ала түсіндіру арқылы осындай жиындар қиылысы әдісін қолдануға болады. Сұрыптау әдісі арқылы мысалы мына жерде дәнді дақылдар алатын болса, қайсысы жарамды, қайсысы жарамсыз, осыларды балалар сұрыптайды. Мысалы, 2 конверт қоятын болсақ, алдына жеміс-жидек дақылдарды қоятын болсақ, суреттерін, олар сұрыптайды. Мысалы, жарамсыз дақылдарды қалай бақылаймыз? Мысалы, бірінші оқушы агроном болса, оның өсу жайын, күтімін, жерді, тұқымын зерттейді. Екінші оқушы тарихшы, жаңағыдай шығу тарихын зерттейді. Қазіргі мен бүгінгі салыстырмалы түрде баяндайды, ол жаңағы суретте айтылып кетті. Үшінші оқушы зерттеуші болады, ол пайдасы мен зияны туралы, иісі, дәмі, түсі туралы ақпараттар жинайды. Мысалы, мына бастарына коронка егізіп, біреуіне агроном, тарихшы, зерттеуші деп әртүрлі оқушыларға топ-топ қылып бөліп беруге болады.